Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өте жеңіл әрі тез дайындалатын галеттаның рецептісімен бөлісемін. Галеттаны әртүрлі жеміс-жидектермен, қыс мезгілінде қатырылған жеміс-жидектермен дайындай беруге болады. Мен бүгін сіздерге шабдалы қосылып дайындалған галеттаның рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге салқын сары май, ұн, шым-шым тұз, су, қант қажет. Ең алдымен електен өткізілген ұнның үстіне қантымызды, шым-шым тұзды салып, сол ыдыстың ішінде жақсылап араластырып аламыз. Енді салқын сары майымыздың үстіне дайын ұнымызды үстіне аз-аздан сеуіп, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дәл осы жерде суымызды құямыз. Міне жұмсақ қамырымыз да дайын болды. Енді салафанға салып, 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Сол арада ортасына салатын салмасын дайындаймыз. Шабдалымызды турап болдық, 25-30 минуттай болды, қамырымыз дайын. Енді қамырымызды алып, бірден пергамент қағазымыздың үстіне шым-шым ұн сеуіп, дөңгелек етіп жайып шығамыз. Қамыр қатты жұқа емес, қатты қалың емес болғаны жақсы. Қамырымыз да дайын болды. Енді қантымыздың үстіне крахмалымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын қамырдың үстіне сеуіп, қолмен сипап, тегістеп шығамыз. Енді үстіне шабдалымызды әдемілеп қойып шығамыз. Сіздерде шабдалы болмаса, өрік, алма, груша, слива, құлпынай болса, сіздерде соны қойып жасай берсеңіздер болады. Шабдалымызды қойып шықтық. Енді үстіне крахмал мен қант араласқан ұнтағымызды аз-аздан сеуіп шығамыз. Қамырды қазір шетіне қарай бүктейтін боламыз. Сол кезде қамырымыз толық шабдалдың үстіне жабылмау керек. Сол үшін артық қамырды кесіп алып тастадым. Енді видеодағыдай етіп, ортасына қарай қамырымызды жинаймыз. Қатты басудың қажеті жоқ. Қамырымызды жинап болдық. Енді крахмал мен қант араласқан қоспамызды үстіне дағды аз-аздан кішкене сеуіп шығамыз. Қамырымызды жинап болдық. Енді қызып тұрған пеште 200 градуста 30 минутта қамыр қызарғанша пісіреміз. Біздің шабдалы қосылған галеттамыз дайын болды. Үстіне жай қанттың өзін аз-аздан сеуіп шықтым. Әдемілік үшін қант ұнтағын сеуіп шықтым. Бұл бәліштің жасалу жолы өте жеңіл, сонымен қатар дәмімен де сіздерді баурап алатынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, комментарий жазып, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда әлі түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Қазақша контенттің, қазақша фудблогтың дамуына өз үлестеріңізді қосып, мені қолдауды ұмытпаңыз.